Ассалаумағалейкум. Жүрегі сәби баладай, пейілі дархан даладай, досына жаны жайдары, қасына жасына жағай, арулары ақ қайың, ал ұлдары қарағай. Күлтегін текті бітімі, көк түріктің тұқымы, көк жоталы, көл баталы көк жалел. Армысыздар, бармысыздар. Телегей теңіз баба тарихының жоқшысы болумен, тоқпақ жал тор жорғасын көсілтіп, көрермен көңілін көпіртіп, асу белдерден, айдын шалқар көлдерден, көгорай шалғын баулардан, асқар таулардан асып. Қордалыда қомақты тарихымызбен қоржынын тоғайтқан жолаушы, міне бүгін Үрімжі қаласы Мидың районы Теректі Қазақ ауылына жол тартты. Олай болса, жолаушы жоғын тапқанша жанарларыңыз аппарат көзінде болсын. Құрметті көрермен, жолаушы Теректі Қазақ ауылында өткенді айтпай бүгінгінің қадіріне жету мүмкін бе? Бейбіт елдің мекені, қарт боғданың етегі, жібек жолының желісі, малға толған өрісі, қасқамен жайсаңның қонысы болған бұл жерде көбегендей көсем, батталдай шешен, сонау аласапыран жылдардың ақ толқынында ақ нарын жетелеп, алтайдан төтелеп, бір сәт қайғысын ұмытып, атар қасын суытып, бөкедей батыр тұрған, Жаңқабай ақ қайшадай ақын туған, Құрманбек Жамалханның тұстасы, Қарөлеңнің ұстасы, Зияттай Қабылан, Модыбайдай балуан туған ақ мекен. Әрине, Айырыдай жайлауы, Нотыкөлдей қойнауы бар киелі елдің түйір тасы алтын, тамшы суы зәмзәм қадірін білгенге. Олай болса, құрметті көрермен, ендігі әңгімеміздің желісін ақ-жарма көңілдері ақ шашы боп шашылып, жолаушының жолына қараумен асығып отырған алқалы ағайынға жалғаймыз. Олай болса, ең әуелі Жәулен-аға, мынау енді ел ағасы, тон жағасы болмайды дейді. Осы Теректі Қазақ ауылының жалпы жағдайын қысқаша таныстыра кетсеңіз. Біздің жалпы Теректі Қазақ ұлттық ауылымызда 4200-ден жастан жан саны бар. Ауылымызға қарасты 6 әкімшілік қыстақтан құралады. Біздің енді қазіргі ауылдық өкіметіміздің жалпы осы шұғылданып жатқан кәсібін алып айтатын болсақ, жартылай егіншілік, жартылай мал шаруашылықпен шұғылданады. Синжан көлеміндегі тірі мал базары біздің ауылдық өкіметтің қасында болып, жалпы 6 қыстақтағы осы біздің ауыл көлеміндегі малшылардың жүйеден үшінші кәсіппен шұғылданып, сауда саттықпен шұғылдануына ерекше жақсы орай әкеп отыр. Осымен байланысты қазіргі қоғамның дамуыменен партияның түрлі түсті саясаттарын негіз ете отырып, біз ауылдық өкіметіміздің көлемінде экологиялық ортаны қорғау, жайылымды тынықтыру саясаты, мемлекеттің саясаты астында жалпы ауылымыз көлеміндегі жайылымды тынықтыру қызметін алып барып жатырмыз. Енді осы ораймен байланысты біздің ауылдық өкіметіміздің бұдан кейінгі даму болашағында жалпы беттік дәстүрді мал шаруашылығын осы заманғы мал шаруашылығына қарай ойыстыру. Бұнда біздің ауылдық өкіметіміздің әсіресе Мүйчан қаласының мына